Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде unpacking check. Комментарийде осы каркастарым жайлы сұрап жатырсыздар, соған байланысты сіздерге арнайы осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Қазір әр каркасқа жеке тоқталып өтетін боламын. Қалай құрастырылады, размері қанша барлығын айтамын. Бізде бірінші очередте ең ходовой каркас, ол двойной круглый каркас. Бізде бұл разборочный, төртке бөлінеді и ножкасы бар. Общий размер диаметр 2 метр, ножкасымен 2,30 болады. Арнайы үсті бөлінетін қылып істегенмін, жеңіл көлікке сияды, оның үстіне құрастыруға жеңіл. Мендегі каркастардың барлығы разборочный бөлінетін қылып жасағанмын, себебі өзім жеңіл көлікпен тасығандықтан басқаларға да солай ыңғайлы болсын деп. Бұл каркасты бір адамның өзі құрастыра алады. Негізінде 1 жыл алдын осылайнан мен бір өзім осы каркасты құрып жүретінмін. Бұл двойной круглый каркастың бағасы жеңілдікпен 45 мың теңге. Ал келесі бізде светтер біреуін алсаңыз да болады, немесе парный қылып, левый правый қылып екі штугын алсаңыз да болады. Светтің бір штугы жеңілдікпен 35 мың теңге без лампочки. Келесі бізде тумбалар, тумбаның бір штугы жеңілдікпен 14 мың теңге, осылай қолдансаңыз да болады, немесе жеке қолдансаңыз да болады. Ал келесі бізде мольберт, мольберттің высотасы 1,80, тоже разборочный, бұның бағасы жеңілдікпен 20 мың теңге. Мольберт бізде мини фотозоналарға арналған каркас. Бұл мольберттің ағаштан жасалғаны да бар, ол арзан, бірақ ұзаққа жетпейді. Темір сияқты вечный емес. Ләжі болса, железный алғандарыңыз дұрыс, себебі ол бүлінбейді, сынбайды, құртылмайды, ашымайды, тұра береді. Құрастырылуда өте жеңіл, бір адам спокойно құрастыра алады. Ал бізде келесі одинарный круглый каркас, тоже разборочный, размері диаметрі 2 метр, ножкасымен 2,30. Бұл одинарный бізге мынандай фотозоналарға арналған, мына жерге қазір суретін қалдырып кетейін. Одинарный круглый каркас жеңілдікпен 25 мың теңге. Бүкіл Қазақстан бойынша доставка жасаймын. Құрастырылуы өте жеңіл және жеңіл көлікке сияды. Ал келесі бізде двойной полуарка, бұл бізге осындай мини фотозоналарға арналған каркас. Алдында менде тура осындайдың одинарный болған, бірақ ол баннер тартуға, натяжной тартуға сәл ыңғайсыз екен. Себебі арқасындағы екінші турбаға біз қыстыруымыз керек қой. Сол үшін келесіде уже двойной қылып жасаттым, себебі двойной ыңғайлы. Размері ені 1 метр, биіктігі 2 метр. Бағасы двойной полуарка 28 мың теңге, одинарные да бар, одинарные жеңілдікпен 20 мың теңге. Фантазияңызға қарай әртүрлі оформлениеге қолдануға болады. Мен өзім осындай кішігірім кафелерге, үйге арналған фотозоналарға осы полуарканы қолданамын. Ал келесі бізде импортный арка. Бұл арканы тойханаларға немесе воротаның алдына қоюға өте әдемі, ыңғайлы. Бұл арканы гүлмен де, шармен де жасауға болады. Барлығы разборочный, барлығы бөлінеді, жеңіл көлікке сияды. Биіктігі размері 2,5 метр. Негізі каркастардың өте түрі көп. Мен сіздерге ең ходовой қолданыстағы өзім қолданып жүрген каркастарымның сіздерге көрсетіп жатырмын. Егер мендегі жоқ каркастардың түрін жасатқыңыз келсе, заказ берсеңіздер болады, жасап береміз. Маған WhatsApp-қа жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Профильде сілтеме тұр, сол сілтемеден өтіп, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Ал бұл арканың бағасы 45 мың теңге жеңілдікпен. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болып жатыр ма? Егер пайдалы болса, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Міне осындай каркас болады, гүлдері болса, вообще әдемі көрінеді. Ал келесі бізде 4 бұрышты каркас. Бұл да разборочный, жеңіл көлікке сияды. Размері 2,5-ға 3, биіктігі 2,5, ұзындығы 3 метр. Бұл 4 бұрышты каркастың бағасы жеңілдікпен 45 мың теңге. Менің қайсы каркасымды алсаңыздар да әр қайсының өзінің белгілері бар, бір сызық, екі сызық деген сияқты. Сол үшін құрастыруға оңай, шатаспайсыздар. Бүгін сіздерге ең ходовой каркастардың түрін көрсеттім. Егер қаласаңыздар, комментарийға жаза кетіңіздер, тағы да екінші частін салатын боламын, басқа да каркастардың түрлерін. Тура осы каркасты 2 в 1 қылып істеуге болады. 2,5-ға 3 размер болатын, және 3-ке 4 болатында етіп істеуге болады. 2 в 1 каркастың бағасы жеңілдікпен 60 мың теңге.